Құрметті серіктестер, бізге қазір мұндағы кішкене биогумус жайлы және мұнда сұйық биогумустар жайлы бізге қазір түсіндіріп өтіп жатыр. Ассалаумағалейкум. Құрметті биогумус Алматы каналы тұрақты көрермендер, құрметті шардаралық бауырлар, бәріңізге бүгін келіп отырған сіздерге алла разы болсын, бәріңізге өз қызметтеріңізді жасап айту. Семинарға келіп жатқан біздің серіктестер міне мақсатымыз бүгін келіп отырған. мына балықты көздің жағасында Берік аға бар, өтіп жатырмыз семинарда. Нұржігіт бар, Нәтетеміз бар, Мұрат бауырымыз бар. Негізі бұл кісілердің де біраздан бері осы кәсіпке айналысып, біраз жаңағы өздерінің опыттарын жинап алған. Сондықтан өздеріңізге жиналып, азды кемді өзіміздің білімдерімізбен барынша бөлісуге тырысып жатырмық. Жаңағы мына өнімдер туралы кішкентай не кетіп жатқан, сол туралы ары қарай жалғастырсақ, жаңағы компосттың биогумуспен айырмашылығы, немесе жидкий биогумустың жаңағы сұйық биогумусына біздің өзіміздің шығарып жатқан өнімдеріміз негізі айтып жатқан. Бәкем қазір толық жаңа не туралы сіздерге айтып өтеді тағы да иншалла. Мен айтайын деп отқаным жалпы мына өнімдермен биогумуспен компост не, сұйық биогумус не, сол туралы кішкентай өздеріңізге ақпарат бөлісіп жатқаным ғой. Жаңа айтып отқандай, жаңа бізде көбінесе орыстың жаңа тор немесе Ресейден келеді, Украинадан келеді, Европадан бізге келетін көбінесе органикалық жаңа тыңайтқыштардың бірі ол тор. Біздің сол Ресейдің жаңа торфын пайдаланбай-ақ өзімізде бар нәрселерді пайдаланатын мүмкіншіліктер бар. Оның бірі жаңағы өзіміздің малдан шығатын тезегі, жаңа жапырақтарымыз, шөп, қаншама органикалық шірінділер бар. Осыларды пайдалана білу. Біріншісі ол жаңағы өзіміздің шлаушындарды салып, жаңағы осы көңге неге салып, солардың асқазаннан өткен таза экологиялық таза тыңайтқыш ол биогумус. Яғни бұл тағы айтып өтеміз, органика тыңайтқышта аналогы жоқ, бірден бір табиғи тыңайтқыш деп айтатын болсақ. Екінші жаңағы компостымыз, ол да бұл жаңағы азот, углевод, яғни мал көңдері шөп шалаңды, шөптерді араластыра отырып, арнайы бактерияларды салып, қыздырып процесіне көтеріп, тыңайтқыш. Яғни бұл да табиғи тыңайтқыш, бұл да жердегі жаңағы макро-микро организмдер бар. Біздің енді проблемамыздың бірі паста айтып жүретін, бұл жердің қазіргі жағдайы өте төмендеп, жаңағы гумус қабаты негізі көбінесе диқандар гумусына екенін білмейді. Яғни диқандардың бір жағынан біздің ғалымдарымыз да бұл туралы көп жұмыс істеп жатқан жоқ шынында. Бұған бұрын совет үкіметі нелерді салып отыратын, навоз салып, шіріген көңдерді шығарып жерлерді құнанданып отырады. Қазір соңғы 30-40-50 жылда ол да қалды. Ал енді бірақ диқандар не істейді? Жерден алғысы келеді, бірақ жерге ешкім бермейді. Нені бермейді? Береді, ол тек химиялық аммофосы бар, селитрасы бар, басқа да өнімдер жерге салып жатыр. Бірақ жер шаршап жатыр. Күннен күнге жердің құнарланып жатыр. Гумус қабаты бізде қазір 12% болу керек болса, 5-6% түсіп кетті. Бұл дегенше жеріміз күннен күнге құнарланып әлсіреп жатыр деген сөз. Бәрін береміз. Қазір көбінесе осы кәсіппен айналысқаннан кейін көп сұрақтар болатыны, жеріміздің құнары жаңағы өнім аламай жатырмыз, химиялық дәрі қымбаттап кетті, не айтасыңдар деген көп сұрақтар. Осыған бола не айтасыңдар деген сұрақтарға жауабы міне өзіміздің есігіміздің алдымыздағы мал қорымыздан шығарып тастап жатқан мал көңдері, көршіміз мазасын алып экологияны шығарып тастап жатқан нәрселерді, соларды арнайы жаңағы шлаушындармен өңдеп, немесе жаңағы арнайы қызу процесінде компост жасап, соны өз жерімізге салсақ, сол жердің жағдайын жасасақ, мысалы үшін макро-микро организмдер жердегі солардың жағдайын егер біз жасайтын болсақ, онда біздің жеріміз өзінің құнарлығын көтере бастайды. Жер құнарланғаннан кейін не істейді? Өнім артық алуға болады. Өнімді жаңағы биогумустың өзін жаңағы жердің бірінші құнарлығын арттырады, екінші өнімнің сапасы, үшіншісі өнімнің 30%-ке жоғары алуы. Ең қымбат нәрсе экологиялық таза өнім. Яғни біз шетелдік жаңағы дәрі-дәрмекке бірінші өзіміздің денсаулығымыз, болашақтың денсаулығымызда қазір қаншама онкологиялық аурулардың көбею себебі бұл неден? Осы жеп жатқан өзіміздің жеміс-жидек жеп жатқан азығымыздан болады. Енді соның проблемасын шешетін кішкентай ғана Алла тағала бір құрттарды жаратып қойды, бірақ анада көп менсіне бермейді бұның негізі. Біреуі күлкі-қылары, біреуі басында енді кім бастаса да өзі бірінші семьялы ағай туысқандарымыз күле бастайды, басқа бауырларымыз күле бастайды. Яғни құрт енді сені айналыспаған құрт қалды ма деп. Бірақ бұл құрттың ізінде үлкен керемет
дүние жатыр да, түсіне білсе. Сол сияқты осындай өнімдерді біздер қазір биогумус, компост, және міне сұйық түрлерін шығарып жатыр. Бұлардың бәрі неден алынады? Осы үйдегі малдың көңінен алынып жатқан нәрсе. Ешқандай бір ең арзан дүние қазір малдың өңі шығар өзі. Ешкімге де керегі жоқ. Көршісі жаңағы басын қатырады деген сияқты. Сондықтан осыларды пайдалана отырып, диқандарға айтатынымыз өз жерлерін қанағаттандыруға болады. Сұрақтар болса қоя беріңіз, сұрақтарға тағы да жауап беріп отырамыз. Жалпы біз біраз өнімдерімізді әкелеміз. Енді қазір бізге жалпы қазір биогумус не туралы Бәкен жауап береді көбінесе. Бәкен жалпы мен бұны қазір бәрінің проблемасы не? Осы кәсіпті баста десең, кімге сатам деген сұрақ пайда болады. Оны кім алады? Деген сұрақтар пайда болады. Көбінесе осы сұрақтарға кішкене жауап беріп өтсем, сосын ары қарай бұл әсіресе оңтүстікте осы сұрақтар көп қоятын, оңтүстік Сарыағаштың өңірі. Сарыағаштың үлкен рынок, Абай, Сарыағаш, оңтүстік жақ, теплица деген қаншама теплица бар. Санын білмейсіз, қанша екен. Оның бәрін алып жатқан не? Ол химиясы, селитрасы бар, амбосы бар, шетелден келген тор, вагон. Алматы, мен қазір мына жақты білмеймін, Алматы облысының өзіне осы кризистен алдым 2,5 миллион литр органикалық өнімдер кірген. Бұл енді сұмдық, соның ең көбісі тор. Орысша айтып жатқанымыз. Енді сол келіп жатқан дүниенің бізге жіберіп жатыр, соны алып жатқан кім? Өзіміз қазақтарға осы теплицаға, жерге салып жатыр да. Рыноктың біреуі. Екіншісі реклама, іздену. Үшіншісі халыққа бұны жеткізу. Біз қазір Алматыдан келіп жатырмыз, Тараздан келіп жатырмыз. Мақсатымыз не? Осыны халыққа жеткізу барынша. Бұл кәсіпте қызғаныш деген нәрсені тоқтатып, бұны қанша ел білетін болса, сонша бұл кәсіп дамиды. Диқандардың ояту, диқандардың негізгі мақсатымыз. Диқандар оянатын болса, сізге не? Клиент пайда болады. Бұны жасырып, тек қана өзіңіз істеймін емес, бұны қанша ауылдағы көршіңіз, басқа да диқандарға қанша реклама жасап отырасыз. Қаласаңыз тегін беріңіз, қаласаңыз бартерге беріңіз, қаласаңыз жаңа рассрочка беріңіз шығарған өнімдеріңізді. Ол бір рет сізден алған диқан келесі кейін ол сіз оны ұмытуыңыз мүмкін, бірақ ол сізді ұмытпайды. Ол бәрібір сізді іздеп келеді да. Өйткені Алла Тағала сондай жаңағы берекелі не жасап қойған. Өйткені жердің өз диқандар бірінші салғаннан сразу көре бастайды да. Өйткені ол сені іздей бастаса, значит, сені клиент қайтадан екінші рет іздей бастаған болса, онда сенде бұл нәрседе бір нәрсе бар. Пайдалы дүние. Егер сізге клиентіңіз іздемесе, онда сен биогумусты дұрыс жасамаған болуың мүмкін, басқа ештеңке. Сондықтан реклама жасау жөнінде, әсіресе жастарға, қашан сіз бүгін шылаушынды алдыңыз ба, қолыңызға телефонды алыңыз, қандай мүмкіншіліктер бар қазір. Интернет бар, жаңағы таргет дейді, түрлі каналдар ашу. Мысалы үшін Нұржігіт бауырымыз айтсақ болады, Сарыағашта. Кеше ғана бастаған мініміз қанша жетістіктер Сарыағаш каналын ашып жатыр. Тәтеміз бар мысалы үшін. Бұл кісі де қазір жақында бастаса өзінің каналдарын ашып ізденіс істеп жатыр. Шылаушындар сатып жатыр. Нұржігіттің істеп жатқандар қазір енді көріп жатыр ғой, байқап отырсыздар. Қалай жастар ізденісі жақсы, құлшынысы жақсы, мүмкіншілік бар, рынок бос, былай айтқанда. Әлі конкуренция жоқ. Осы кезде кім ерте кіреді бұл салаға, сол ертең ұтады. Ерте қанша кіресің деп бауырлар, сонша ертең ұтасыздар. Ертең бүрісігін деп, бұл кәсіпте ертең бүрісігін деудің қажет жоқ. Көп ақшаны да қажет етпейтін. Аздан бастап, егер сенің шамаң келмесе, көп бастап, аздан баста да бірақ үлкен нәтижелерге тез уақытта жететін нәрсе да. Ай бар, қыста не болады, жазда ештеңке де болмайды. Шылаушын деген өзі бір Алла Тағала сондай жазған, ыстыққа да суыққа да шыдамды, бірақ кішкентай жаңа сүйіспеншілік, махаббат өзіңе деген, жұмысыңа деген, кәсібіңе деген болса, тез дами бастайды. Сонымен бірге бұл қазір біздің көп болуымыз тағы не себептерге алып келеді? Қандай пайдалы істерге? Біз қанша көп болсақ, бізге жаңа көп сұрақ қояды. Бұлардың сендердің жаңағы пирамида ма, не үшін бәріне ашық айтасыңдар, немесе мынадан жақсы ақша жасауға болады. Қазіргі терминдерде жаңағы осы дүниені айтқан дүниені сатсаң 5 миллион береді, 4 миллион береді. Жоқ, олар бер жағын ғана көреді. Бізге біріншіден пирамида емес, біріншіден бұны қанша үлкейтсек, кеңейтсек, біз көбейсек, қазір ертең жоғары жаққа субсидия мәселесі бар. Кеше көрдіңіздер ғой, химиялық өнімдерге қанша миллиард ақша бөлді субсидияға? 22 миллиард. 22 миллиард ақша бөліп отыр Қазақстан. 22 миллиард 800 миллионы бар там. 208 миллионы бар. Химияға 22 миллиард 800 миллион ақша неге? Селитрасы бар, амофосы бар. Ол ақшаның бәрі қайда кетеді? Ана Европа,
анау орыстарға немесе басқасына кетеді. Құрметті ағайындар, егер біз қазір мынаны көбейтетін болсақ, сол ақшаны органикалық өнімге мемлекет бермейді дейсіздер ме? Береді. Бірақ ол жаққа жеткізе білетін, айта білетін мынандай жастар керек, мынандай білімді жігіттер керек. Бірақ оларға айтуымыз үшін біз қазір өзіміз өңдейтін ештеңеміз жоқ. Міне мысалы үшін биылғы өнім таусылып қалды. Бәкеңде ең крупный бәкең болса, оның өзінде де қазір көктемге шейін Алла біледі, оның өнімін бәрін тапты. Ештеңке жоқ. Оларға айту үшін жаңа айтып отыр ғой, жаңа жоғары жақын неге айтпаймыз дейді. Бізде қазір бірінші көп болуымыз керек, өнімді жөндеуіміз керек, бірге жұмыс істейтін болсақ, одан кейін барып жоғары жақтарға бұны субсидия мәселесі бар, экспорт мәселесі бар. Осылардың бәрін бізге мысалы үшін мақсаттарымыздың бірі мынау Қытайға кіргізу. Яғни біздің мемлекетке Қытай мемлекеті несін кіргізбеді? Бәрін сатты ғой бізге. Бізде қазір мүмкіншілік бар, сол мемлекетке өзіміздің малын тезегін сатып алғандай мүмкіншілік бар. Басқа да мемлекеттер бар еще, араб мемлекеттері бар сияқты. Ол үшін осы бірігіп, ізденіп, жұмыс істеу мақсаттарымыздың бірі. Сол мына сұйық түрі де мысалы үшін бұның да жаңағы арнайы технологиямен жасалады. Бұл жаңағы үлкен мысалы үшін үлкен поляларға немесе жаңағы теплицаларға, бұл капельный жөнінде де жаңағы қамырдан беруге де, жапырақтан беруге де, бұл да сол биогумустың сұйық түрі, биогумустың өзіне алынатын. Сондықтан бұны енді кішкене халыққа бір түсіндіре кетсеңіз, бұның осы 1 литрді қанша литр суға қосады сонда өсімдік дақылдарына? Жалпы 100 литрден 200 литр суға қосып өнімге беріледі. Мысалы үшін үлкен егін жер болатын болса, гектарлық бидай болса, жүгері басқа да болатын болса, сезонына 3-4 рет береді. Мысалы үшін литрі 800 теңге 600 теңгенің арасында. Сонда гектарына 3 литр беретін болсаңыз, 800 теңгеден болса 24 теңге бір сезонда берілетін. Ал енді теплицаларда ол жаңағы капельный береді, жапырақтан береді. Оны біз тек қана бұны ауызбен емес, тек қана бұны бір өзіміздің дүниемізді өткізуші емес, бұны біз эксперименттер жасадық. Осылардың бәрінде қазір әр жаңағы берген диқандарымызға берген солардың нәтижесін әкеліп өзіміздің каналдарымызға салып жатырық. Не үшін халық білсін, көрсін, тек қана ауызбен ғана болып жатқан дүние емес. Біз шетелде мысалы үшін біз мынаны сатамыз 600-800 теңге литрі. Бірақ Ресейден келетін бар, Түркиядан келетін бар, Еуропадан келетін бар, 1 литрі 4.000-6.000 теңге тұрады. Қараңыздаршы, олардың не бір ғана бренді бар, аспасқан дүниеше. Соны алып біз үлкен хозяйстволарымыз салып жатыр да мысалы үшін. Біз өзіміздің өнімімізді әлі біз дұрыстап реклама жасамай, дұрыстап халыққа бере алмай жатырмыз да. Егер осыны біз жасайтын болсақ, халыққа үйрететін болсақ, онда неге өз өнімімізді, әр қайсымыз осы өнімді өз үйімізде шығаруымызға мүмкіншілігіміз туады. Жаңа мысалы үшін тағы да бір жаңағы органикалық өнімдерге деген қызығушылық қазір. Бүкіл дүние жүзіндегі проблема не? Қазір азық-түлік, барлық жерде азық-түлік. Жердің құнарының төмендеуі, химиялық өнімдерге өтіп кетуі. Мысалы үшін кеше Еуропа мемлекеттерінің кеше келген кезде, семинар болған кезде не дейді? Еуропа мемлекеттері 2020 жылға шейін 50% органикалық өнімдерді пайдалану. Осындай заң қабылдап өздерінде соған өтіп жатыр да. Мына Ресей мемлекеті тоже осындай істеп жатыр. Яғни ол бізге рыноктың ашылуы, бізге сол мүмкіншіліктердің ашылуын өздері бізге ашып беріп жатыр. Біз көріп отқанда өзбек ағайындар қандай үлкен көлемде жұмыс істеп жатыр. Яғни біздің Қазақстанға кеше келген еуропалықтар айтып жатыр. Егер сіздер органикалық өнім шығаратын болсаңдар, олар жаңа помидорыңыз бар, огурцыңыз бар, бидайыңыз бар, олар сіздерге сертификат береді. Бірақ олар өздері контроль жасап отыр, органикалық өнімдерге контроль жасап отыр. Яғни химия дәрілер қоспай өңдейтін болсаңыз, сізге сертификат береді. Сол тегітпен сіз өніміңізді Ресейге өткізе аласыз. Бұл керемет Ресей емес, Еуропаға өткізесіз. Яғни алынардың сертификатымен. Бұл керемет мүмкіншілік. Біріншіден, оларға мүмкіншілік, бізге тағы да мүмкіншілік. Біз сұрақ қойдық. Тек қана сол органикалық өнімдерге сіздердің өнімдеріңізді алып салуымыз керек пе? Әлде біз өз өнімдерімізді соларға қолдасақ? Әрине сіздер өздерің өнімдерді қолдансаңыздар болады, органикалық шығарған өнімдеріміз. Бұл мүмкіншілік. Яғни сіздерге де, бізге де, диқанға да, өндірушілерге де мүмкіншілік. Яғни сол өнімдерді ертең шығарып, бағасын 4-5 есе қымбатқа сатуға болады Еуропаға немесе Орысқа. Біздің өткенде помидорымызды, огурцымызды, қарбыздарымызды Ресейге өткізіп жатқан себебі неден? Осы нитраттың жоғарысынан. Расында да, өйткені өздеріңіз білесіздер, көп тексерудің өзі жоқ қой. Қытайдан да асып кеткен кезде мен күлген, дәрінің мүмкін емес қой Қытайдан асу деп. Бізде диқандар не көбірек ақша тапқысы келеді, шығаратын ақша көп, шығын көп, көбірек дәріні салып жібереді, нитрат жоғары болып кетеді. Нитрат жоғары болғаннан кейін
қай мемлекет болса тексереді, тексергеннен кейін нитрат жоғары қабылдамайды. Сосын кімге зиян? Диқанға айналып кетті, диқанға зиян. Енді сол осы химиялық өнімдерді органикалық өнімдерге өтетін болсақ, бірінші диқанның жағдайы, халықтың жағдайы түзелуіне бұл әр үйден, мысалы үшін әр қазақтың ауылдағы, ауылдағы ең үшін ауыл жақты деймін, ауылдағы қазақтың жағдайын көтеретін бірден бір мүмкіншілік. Әрі де халық оянбай жатыр, әлі де түсінбей жатыр. Яғни бұл нәрседен сіз ашқаннан бастап екі адамға жұмыс тауып беріңізге болады. Өзіңізге, бала шағаңызға табыс табуыңызға болады. Одан қараса мемлекетке налог пайда түседі, елге пайда түседі. Әйтеуір былай айтқанда ешқандай ұтылатын дүние жоқ та. Осы біздің биогумусты биомиксті қолданып, осы органикалық тыңайтқыштардың осы өсімдіктер әлеміне беретін пайдасын және тәжірибе жүзінде қолданып көріп жатқан Бауыржан дейтін ағамыз бар. Кішкене мәлімет бере кетсе. Бауыржан бауырымыз осы өнімдерді Тек мен мына жаққа мына биогумусты жаңағы жүрек жазып мынау біздің біздің өнімдерімізді пайдаланып, диқандардың өздерін алып келіп, Нұржігіт бауырым диқандардың өздерін алып келген екен, диқан бауырымыз өзі-ақ сөйлесін осы мәселеде. Бізде тек қана реклама жасау емес, жалпы біздің өнімімізді бұл кісіге немесе арзанға беріп, немесе біздің өнімімізді реклама жасап бер деген емес. Диқан өзінің тілінде сөйлесін деп алып келіп отқан себебіміз ғой енді. дәлелді болсын деп. Осыдан бір ай төңірегінде ютубқа кіріп жаңағы осы не шығып қалды, шылаушындар. Кішкене қызықты мен, бұл не нәрсе екен деп сөйтіп қарасам тікелей біздің салаға қатысы бар нәрсе болып шықты. Кейін тағы ізденіп қараған ішінен біз егіп қойған ғой мен. Егіп қойған өнім ортасына асып кеткен кез сөйтінен кеш қой енді берейін десем, аса берейін сөйтіп қарасам сұйығы бар екен бұл нәрсенің. Оға дейін болгарский әбден қырылды, белгісіз себептен ыстығынан болды ма, әлде болды ма белгісіз, бірақ кейіннен жаңағы сұйығын бердім. Одан кейін Нұржігіт бауырымнан сатып алдым да. Әр су берген кезде өлетін еді жаңағы егінімізше біздің. Адамдар айтамайды не екен. Агрономнан сұраймын мен, оларда бір нәрсені жазады, оны берем, бергенмен нәтиже жоқ. Бұл нәрсе бітті ғой дедім мен, қырылып қалатын шығар деп. Кейін содан бергенім жаңағы нені, сұйық биогумусты. Қарасам, өлген жоқ та. Сұйық бұл биогумус осы мынау осы мынау, осыны берді. қалай қолдандыңыз соны кішкене? Бұны мен 1 тонна суға баса көп берген ем сөйтсем, мен 10 литр беріп жүрдім ғой мен. 1 тоннаға? 1 тоннаға 10 литр құйып жүрдім. Тамырдан сөйтіп беріп жүрдім. Кейін қарасам, ішінде бәдірең бар еді, бәдірең жапырағы киіп кетті де, одан негізі бәдіреңді олай болмайтын еді, мен көріп жүргенім ғой. Негізі 1 тоннаға қанша берілу керек? Негізі 1 литр. Демек 5 литр беру керек болып шықты бәдіреңге, кейіннен сұрастырған екенше бұл нәрсені. Сонымен нәтиже неде қатты байқалды жаңағы біздің светофор болгарскийде. Басында гүл қурады, өзі сөйтіп бірте-бірте өледі екен да бұл нәрсе. Кейін жаңағы сұйық биогумустан кейін қарасам өлу тоқтады, одан кейін жаңағы гүл төгіліп қалған жерлерден қайтадан бөршек атып, гүл атып, қазір енді түйіндері әртүрлі болып тұр енді. Біреу үлкен, біреу кішкентай, біреулер әлі гүл шығарып жатыр. Содан жанданды дейсіз ғой. Тірі қалу ол орындалды, одан кейін қайтадан жаңағындай жеміс беруге кірісіп жатыр да бұл нәрсе. Содан енді өзімде бұған деген көзқарас жеке өзім қолданған екен, дұрыс деп ойлаймын, өйткені өзім көзіммен көрдім да бұл нәрсені. Біреу сенер, біреу сенбес мүмкін. Сол біздегі бұдан көрген нәтиже. Енді алдағы уақытта Аллах бұйыртса жаңағы мына түрінен осыдан тамырына егетін жеріне беріп топырақтың араластырып осыған ексек деген жоспарымыз бар енді алдағы уақытта. Не бір ауыз айтсам бола ма? Тараздан келіп тұрмын.
Ассалаумағалейкум. Енді бұл жерде айтылып жатқан әңгімелер мен өзім сәуір айының ортасында бір жігіттер арқылы Пернебекпен танысып, сол жақтан 2 квадрат алып кеттік, бір Талғат бауырымыз бар екенбіз. Сөйттік та бастадық. Басында енді әйтеуір келетін кезде Пернебек түсірді, ютубқа жіберді. Артынша бұл жылдам нәрсе ғой. Нұғыман деген досым бар Таразда. Содан маған бірден жаңағы комментарий келді. Шіріген бай болайын демесің ба деп. Шірігенің не деді? Құттап кеткен бай болайын деп. Ақпарат алғам, жалпы теориялық бір білім бар, бірақ әлі нәтиже жоқ та. Әкеп салдым. Жүріп сөйгейін. Темірхан деген ағамыз бар, бүгін келу керек, келе алмай қалды. Өткен жолдан Асланда да, Тәлім ТВ-да хабарымыз болды ғой. Бенекем алып тұрған кезде сол Темірханның теплицасында түсіргенбіз, бірдесін, бөлімін. Сол кісі осы Пернебекпен келісіп, бір машинеде алды ма, сөйтіп жаңа өзінің 3 соттық теплицасы бар, соған қияр екті. Ол кісінің осы теплицамен айналысып келатқанына 11-12 жыл болған. Әдді маман. Енді анау группада көріп отырсыздар ғой, ылғи жауап беріп отырады ғой Темірхан. Өте агрономия жағынан да, қай жағынан да, кез келген жағынан өзі сондай бір кісі. Сол екеуміз бір ауылда тұрамыз. Екеуміз доспыз, ағайын сияқты араласып, бір-біріміздің үйімізге барып теплицасын бақылайын ғой ылғи барып. Не олар екен. Арқасынан опрыскиватель түспейтін. Агромагазинден шықпайтын. Ол ана тепличный өнімді жаңағы бауырлар білет. Өте ғана бір инкубацияда өскен бала сияқты ғой. Аурушаң өзі нәзік болады. Дәрінің, құрттың, аурудың неше атасы болады ода. Сонымен опрыскиватель тек қана осыны шашқанда ғана еледі, бегомысты. Басқа кезде білмейді. Агромагазинді ұмытты адресін. Сонымен анау до того піскен кезде оны бір рет ашықтырды. Ожирение деген болады екен ғой. Көп берілген, түбіне де бегом ұстаған, мынанда беріп атыр жапырақтан, семіріп анау кетіп баратыр да. Сонымен суды да дәрінде тоқтатты біраз күнге. Сөйтіп ананы қайтадан былайша айтқанда солдырды, аздырды. Сөйтіп жатқанның өзінде ол кісі өзі есептеп барлығын, енді сондай бір адамдар болады ғой бір. Тақуа. Есептеп, дәптерге жазып, 15 күн ерте пісті. Бірінші өнімді сол теплицадан 220 килограмм орта есеппен алып отыратын жылда, осы жолы 350 кило алды. Енді ананы мен үйге апардым да, ағайын туысқандарыма дәмін көрсеттім, өзің жегенде бөлек. Болды, мені жұмсайтты отырады, Темірханнан қияр әкеп бергенше. Мен айттым, балам ба сендер, барымды да алыңдар өздерің. Базарға өткізсе, басында не қылады? Талап алатын болды. Себебі мен өзім айналысқан бұрын егерде 3 жылда еккем. Сонда жағы барлық дәріні беріп келетасында жаңа Пернебек айтпақшы, сауда деген бәле. Ана өніміңді өткізу үшін сен оған амал жасайсың ғой. Кристаллон деген дәрі бар. Кім біледі, теплица екендер. Қиярды ана қатты қылып жеген кезде қытыр-қытыр еткізіп тұрады да. Бірақ ол химия. Бірақ ол үзіп алғаннан кейін келесі күні сен бүгін өткізіп берсең, келесі күні анау солатта қалады дейді. Ал енді мына қияр солмайды. Сол қалпын сақтап тұрады. Себебі бұл кәдімгі өзінің табиғи өсіммен өскен нәрсе, дәмі бөлек баяғы бала кездегі дәм. Сонымен көзіміз жетті. Содан бір онша әйтеуір өзім енді осы жерге талай келгем, өлең айтып кезінде. Үлкен кісілер біледі, Тараздың триосы деген. Бұлайша баратын жерлерім көп, қыдырып жүрем, анаған онша мән берген жоқпын. Осы соңғы кезде бір ықыласым артты. Содан бір нәрсені түсіндім. Жалпы баяғыда бір досым айтып еді, кез келген нәрсені істегенде бұл Абайдың да айтатыны бар.